Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, сіздермен бірге SMG Education білім беру жобаларын құрастыру орталығы. Менің есімім Қалиев Берік. Сіздермен бірге бүгін өте оңай бір тақырыпты өтетін боламыз. Бұл тақырыптың аты ондық бөлшектерді қосу және азайту. Сонымен сабағымызды бастайық. Бұл тақырыпты мен сіздерге өте оңай деп айтқан себебім, мына мысалға бір назар аударатын болсаңыздар, түсінесіздер. Мысалы, 7,2 деген санға қосайық 2,3-ті. Онда 9,5 шығады. Мысалы, 72-ке 23 қоссақ 95 шығады, ал бірақта мына жерде үтірлері бар болғандықтан 9,5 шығып тұр. Ал егер де 7,2-ге 0,23-ті қосатын болсақ, 100-ден 23-ті, онда 7,143 шығады. Көрдіңіздер ме? Яғни бұл жерде бір байланысы бар, яғни бір өзінің қосылу заңдылығы бар. Алыну кезінде де бір осындай заңдылық қолданылады. Ол қандай заңдылық? Оны қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Кеттік. Құрметті достар, мына нәрсені естеріңізде сақтап алсаңыздар өте жақсы болады. Ондық бөлшектерді бір-бірінен азайтатын, бір-бірінен қосатын кезде үтірлерді үтірдің астына жазамыз, болғаны сол. Міне, мына есепке қарайтын болсақ, 5,6-ға 3,182 қосылып тұр. Біздер үтірдің астына үтірді жаздық. Сонда мына 2-нің үстіне сан жетіспей тұр. Ол жерге біздер 0-ді тіркейміз. Сосын 0 менен 2-ні қосып, не деп аламыз? 2 деп аламыз. 6 мен 8-ді қосатын болсақ, 14 болады. 4-ін жазамыз, ал 1-і мына жаққа қосылатын болады. 5-ке 3-ті қосамыз, 8, ойдағы 1 мен 9 болады. Үтір, мына жерде де үтір болады, сонда 9,142 шығады деген сөз. Енді 6,173-ке мына жерде 0, мынау неше? 10,097 деген санымыз қосылып тұр. Үтірдің астына үтірді жаздық. Мына екеуінің үстіне сан жетіспейді, бұл жерге 0-дерді тіркеп жазамыз. Сосын 0 мен 7-ні қосамыз, 7, 9 мен 0-ді қосамыз, 9, сосын 3 менен 0, 3-ті береді, 7 менен 0, 7-ні береді, және де 6 менен 0, 6-ны береді. 6,10,000-нан 7,397 деген сан шығады екен. Азайту кезінде де дәл осы ережелер қолданылады. Ендеше мына есептерді бірге шығарайық. Мысалға, 7,103-тен азайтайық 6,114-ті мысалға. Не істейміз? 7,103 деп жазамыз. Бағанмен азайтатын болсақ, 6,114 деп жазған кезде үтірдің астында міндетті түрде үтір болу керек. Содан кейін 3-тен 4 алынбайды. Кәдімгі 703-тен 614 алған сияқты боламыз. Тек қана үтіріне мән беретін боламыз. 3-тен 4 алынбайды, 13-тен 4 азайтатын болсақ неше? 13-тен 4 азайтатын болсақ 9 болады. Мына жерде 9-дан 1 азайтамыз. 8, 6-дан 6 азайтсақ 0 болады. 0,189 шығады екен. Түсінікті ғой? Ал енді бүтін санға ондық бөлшекті қоссақ, ондық бөлшекке бүтін санды қоссақ, және де осы секілді азайтатын болсақ, бүтін сандан ондық бөлшекті, ондық бөлшектен бүтін санды. Онда қалай есептейміз? Осыларды мен сіздерге көрсетейін. Бірінші жағдай, бүтін саннан бүтін санға 3-ке мысалға қосамыз 0,7-ні. Онда мынаның бүтін саны 0, мынаның бүтін саны 3, сондықтан 0 менен 3 қосылады, 3 бүтін, сосын мына бөлшек саны қосылып жазылады. 3,7 болады. Ал егер де осы 3-тен, ал егер де керісінше жазылса, білеміз, ол керісінше жазылғанменен біздердің қосылғыштардың орындарын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейтінін. Ал енді керісінше, осы сандар бір-бірінен азайтылып жатса не істейміз? 3,0-нен 0,7 азайтылып жатыр. Бағанмен орындаған кезде ол былай болады. 3 бүтін азайтылған 0,7. Мына бүтін саннан кейін былай жазуға болады. 3 бүтінні 3,0 деп жазуға болады. Дұрыс қой? 3 бүтінді 3,0 деп жазамыз, сонда азайтатын болсақ, 30-дан 7-ні азайтқан сияқты боламыз. 30-дан 7-ні азайтатын болсақ, біздер білеміз 23 болады, ал бірақ 3 бүтіннен 0,7-ні азайтқандықтан 2,3 шығады екен. 2,3. Ал егер де былай болатын болса, мысалға 1,156 деген саннан азайтылады, мысалға 1 деген сан. Онда не істейміз? Міне мұнан бүтін санына қараймыз, сосын мына жердегі бүтінге қараймыз. 1, мына ортада 1, 0,156 деген шығады. Міне мына бүтіннен мына бүтін азайтылады, ал мына бөлшектері қосылып жазылады. Мысалға 5,183-тен азайтылатын болса 2 бүтін, онда мынан бүтіннен бүтінді азайтамыз, 3,183 болады. Түсініп тұрсыздар ғой? Достар, көрсетілген материалдар сіздерге түсінікті болған болса, келесі бір есептерді сіздермен бірге шығарайық. Кеттік.
Сонымен құрметті оқушылар, мен сіздерге қазір қосу амалдарына байланысты ондық бөлшектерді бір-біріне қалай қосамыз және де әртүрлі бір жағдайларды көрсететін боламын. Бұл жерде 0,7-ге бірінші есепте 13,23 қосылып тұр. Бұл жерде не істейміз? Мына үтірдің астына қойып, сосын бағанменен жазайық. 0,7 қосылған 13,23. Екеуін былай қосам. Міне, мынаны дұрыс жазған жоқпыз. 0,7-ні жаздық, сосын 13,23 деген кезде 0 бүтін бұл мына 13 бүтіннің астында осылай тұру керек, себебі мына үтірдің астында үтір тұру керек. Дұрыс қой, жаңа айтқанымдай. Сонда мына жерде 23 осылай болады. Үтірдің астында үтір тұрды, болды. Қалғанын барлығын қарамаймыз. 3 пен 7-ні қосамыз 10, 0-ын жазамыз бір ойда, мына жерде 2 шығып, бір ойдағымен 3 болады. Мына жерде 0 мен 3 3-ті береді, мына жерде сан жетіспейді, яғни 0 тұр деген сөз 1 болады. 13,130-ды біздер не деп жаза аламыз? 13,10-нан 3 деп жаза аламыз. Міне мынау біздің есебіміздің жауабы. Келесі есепте, мынаны өлшеп тастасақ болады. Келесі есебімізде қалай болады? 11,121-ге қосамыз екен 9,13-ті. Үтірдің астына үтірді жазамын. Мына жерге 1-дің астына сан жетіспей тұр 0 деген сөз, яғни 1 құлайды немесе 2 менен 3 қосылып 5-ті береді. 1 менен 9 10-ды береді. Бір ойда мына жердегі 1 құлау керек, бірақ бір ойдағысымен 2 болып кетеді. Сонда 20,151 болады. Келесі бір есепте 3,125-ге 4,7 қосылып тұр. 3,125 қосылған 4,7. Не істейміз? 5-ті мына жаққа құлатамыз. 7 менен 2 қосылып 9-ды береді. 3 менен 4 7-ні береді. Сонда үтірді қоямыз. Үтірдің астыларында міне бұлай бір қатарда үтір тұр. Көрдіңіздер ғой. Мына есептердің барлығында дәл солай болды. Сонда 7,195 шығады деген мағынаны білдіреді. Ал енді келесі бір есепте 9,165-ге қосылып тұр екен 5,4-тен 1. Мына 4-тен 1 дегеннің алымын және бөлімін екеуінде көбейтеміз 25-ге. Мынаны да көбейтеміз 25-ге, мынаны да көбейтеміз 25-ге. Сол кезде не болады? Бұл 9,165, сонда қосылған 5,125 деп жазады екенбіз. Екеуін бір-біріне қосу үшін тағы да бағанменен 9,165 қосылған 5,125 дегенде үтірдің астына үтірді жазамыз. 5 пенен 5 қосылатын 0, бір ойда мына жерде 8 болады, бір ойдағысымен 9. 9-ға 5 қоссақ 14 деп жазамыз. Сонда 14,190 дегенді мына 0-ны алып тастап, ең соңындағы 0 бізге ешқандай мағынаны бермейді, сондықтан 14,9 деп жазсақ болады екен. Дұрыс қой? Дұрыс. Келесі есепте. Келесі есепте біздің бірінші санымыз аралассан болып келіп тұр, оны ондық бөлшекке айналдыра аламыз ба? 2,25-тен 2-ні. Айналдыра аламыз. Қалай? 25-ті де, 2-ні де екеуін көбейтеміз нешеге? 4-ке көбейтеміз. Мынаны 4-ке көбейтетін болсақ 100 болады, мынаны 4-ке көбейтсек 8 болады. Яғни бұны 2,108 деп жазсақ болады екен. Қосылған 0,10-нан 6-ға. Енді оймен шығарып көрейік. Үтірдің астына үтір тұр деп ойлайық. Сонда үтірдің сол жағында 2 менен 0 екеуі бір-біріне қосылады 2. Мынада үтірден кейін 0, мына жерде 6. 0 мен 6 қосылады 6 болады үтірден кейін. Сосын 8-дің астына ешқандай сан жетіспейді, немесе мынаны 0,160 деп алуға болады. Сол кезде 8 менен 0 қосылып 8 береді. Бірден ойша жаздық, 2,168 шықты. Түсінікті ғой? Міне мыналардың барлық жауаптарын былай қоршап шығайық. Мына жерде 51, мына жерде 14,9 шыққан еді, мына жерде 7,59 шыққан еді. Дұрыс қой. Енді келесі есепте 9,8-ден 3 және де 6,125 қосылған 0,154. Осы сандарды бір-бірімен қосу керекпіз. Бірінші мына екеуін қосып алайық. Ойша екеуін қосып алатын болсақ, сосын мынаны айналдыратын болсақ ондық бөлшекке 9,1 қалады. 8-ден 3 дегеніміз екеуін де 125-ке көбейтеміз. 125-ке көбейтеміз. Сонда неше болады? Мына жақта 1000 болады, мына жақта 375 болады. 1000-нан 375 қосылған. Мына жерде мынаны жаза берейік. Екеуін қоспай, себебі мен бір нәрсе көріп тұрмын, қараңыздар. 125 қосылған 0,154. Сонда қарайық. Мына екеуін бір-біріне қосатын болсақ, қазір мына 1000-нан 375 пен 1000-нан 125 екеуі бізге нешені береді?
500-ді береді. Мына 375 пен 125 екеуін қоссақ 500-ді береді. Яғни 1000-нан 500 дегеніміз бұл 10-нан 5 деген сөз. 9-ға 6-ны қосатын болсақ 15. Сонда міне мына жерде неше шығады деген сөз? 15,10-нан 5 шығады. Түсіндіңіздер ме? Сонда 15,10-нан 5-ке мына 0,154 қосамыз. Қараңыздар, 15,10-нан 5-ке қосамыз екен 0,154-ті міне. Үтірдің астына үтірді қойып жаздық. Сонда мына төртіміз жай ғана түсе қояды. 5 пен 5 0-ді береді бір ойда. Мына жерде 5 бір ойдағысымен 6 болады. Мынау 1 түседі. Үтірдің астына үтірді тіркеп жазамыз. Сонда 16,104 деген сан шығады екен. Мынау біздің міне жауабымыз. Түсінікті болған шығар. Келесі есепте. Енді келесі есебіміз 1007,109 қосылған 81,9 деп тұр. Екеуін бір-біріне қосатын болсақ 1088,199 болады. Дұрыс қой. Қалай жазамыз? 1088,199 деп осылай жазамыз. Міне мына жерде қосатын болсақ дұрыс қой. Міне бірлігі мен бірлігі, ондығы менен ондығы, ондық үлесі менен ондық үлесі, жүздік үлесі менен мына жақтағы 0 деген жүздік үлесі қосылған кезде 1088,199 шығады. Оған қосамыз екен 0,100-ді. 100-1 деген кездегі мына 1 бұл жүздік үлес, мына жүздік үлеспен қосылып, сонда 99-ға 1 қосқан сияқты боламыз, бұл 100 болады. Яғни бұл 1089 қылдырып жібереді деген сөз мына санды. Түсіндіңіздер ме? Қазір мен сіздерге бағанменен көрсетейін осыны. Яғни бағанменен көрсететін болсақ, бұл нәрселерді мына жерде 1089 шықты, дұрыстап әдемілеп жазып қойайын. 1089. Мың 88,199-ға біздер қосқан болатынбыз 0,100-ді. Сонда былай ғой негізі 108,899-ға 1 қосқан сияқты боласың. Немесе 9-ға 1-ді қосасың 0, бір ойда, мына жерде 9 түсу керек, бірақ бір ойдағысымен тағы да 0, бір ойда болады. Мына жерде 8 түсу керек, бірақ бір ойдағысымен 9, мына жерде 8, 0, 1. Үтір, мына жерге үтір қоямыз. Сонда мына үтірден кейінгі ең соңындағы нөлдер ешқандай маңыз бермейтін болғандықтан 1089 шыққан болатын бізде. Түсінікті болған шығар. Сонымен мына жерлердегі қосуларды орындайық. 6-дан 1 деген мына біздің бөлшегіміз бұл ондық бөлшекке айналдырылмайтын болғандықтан біздер керісінше мына санымызды айналдырамыз. Неге? Біз мынаны былай 10-нан 6 деп жазсақ болады. Қалай оқылады? Дәл солай жазылады. Дұрыс қой да? Енді бұны 2-ге қысқартып 5-тен 3 деп жазамыз. Қосылған 6-дан 1, қосылған 3,15-тен 2. Осының алдында өткен тақырыптарымызды қайталап, осы қосындыны орындайық. 19, мынаның бүтіні 0, мынаның бүтіні 3. Үшеуі қосылып неше болады? 22 бүтін болады. Ортақ бөлімдері 5, 6, 15-тің үшеуінің бірден ортақ бөлімі неше болады? 30 болады. Себебі 35-ке де, 6-ға да, 15-ке де бөлінеді, және де бұл ең кіші сан үшеуіне де бөлінетін. 30-ды 5-ке бөлсек 6, 30-ды 6-ға бөлсек 5, 30-ды 15-ке бөлсек 2 болады. 63-ке көбейтеміз 18, 18-ге 5 қосамын 23, 23-ке 4 қосамын 27 болады. Сонда 22 бүтін 30-дан 27 немесе 22 бүтін 10-нан 9 болады. Мына екеуін 3-ке қысқартып жібердім. Көрдіңіздер ме? Сонымен бұл санды қалай жазсақ болады? 22 бүтін 10-нан 9 деп ондық бөлшектен жазсақ болады. Көрдіңіздер ме? Ондық бөлшектерге айналдырылмайтын болса да қосындысы айналдырылды. 22 бүтін 10-нан 9 бұл есептің жауабы шықты. Ал енді құрметті достар, мына жерде біздер ондық бөлшектерді бір-бірінен азайтуды көрсететін боламыз. 4,175-тен 3-ті азайтамыз. Бұл жерде тек қана бүтін сандарына қараймыз. 4-тен 3-ті азайтатын болсақ 1 болады. Сондықтан мына 175-дің қасына тіркеп жаза қоямыз. 1,175 шығады екен. Бұл өте оңай есеп. Келесісінде 0,176-дан 0,142-ні азайтамыз. Үтірден кейін неше сан? Мына жерде 2 сан бар, мына жерде де 2 сан бар. Яғни үтірлерді алып тастап жаза тұрамыз, сосын барып үтірлерді орындарына қоямыз. 76-дан 42-ні азайтатын болсақ неше болатын еді? Әрине 34 болады. Сондықтан
34 деп жазамыз. Сосын үтірден кейін 2 сан болу керек тағы да 0,34 деп. Қосуда да дәл осыны қолдансақ болады негізінде. Мына жерде үтірден кейін мына жерде бір сан, мына жақта сан жоқ. Яғни бұны 4,0 азайтылған 2,6 деп жазамыз да. Сосын 40-тан 26-ны азайтамыз. 40-тан 26-ны азайтатын болсақ 14 болады. Бірақ та үтірден кейін мына жерде бір сан болу керек, сондықтан 1,4 деген сөз. 1,4 болады. Түсінікті ғой? 1,4 бұл есептің мына жауабы екен. Келесінде 3 бүтінді біздер не деп аламыз? 3,00 деп аламыз. Себебі мына жерде 2 сан бар. Сонда азайтылған 1,175 дейміз. 300-ден 175 азайтқан кезде 125 болады. Енді үтірден кейін 2 сан болу керек болғандықтан 1,125 деген сөз. Түсінікті ғой? Келесінде 12-ден азайтамыз 65, 100-ден 65-те сол кезде 12,165-тен нешені азайтамыз? 8 азайтамыз. Бүтін сандарына ғана қараймыз бұндай кезде. Немесе мына жерде қарайтын болсақ болады, бұлай 8-ді 8,100-ден 00 деп. Ол кезде 1265-тен 800 азайтылатын болады. Ол кезде де 465 шығатын болады, немесе 4,165. Мына жерде 12-ден 8 азайтатын болсақ 4 болады, 65-ті қасына жазсақ та болады. Екі түрде де көрсеттім. Түсінікті болған шығар. Келесінде 18,3-тен 7,165 азайтатын кезде не істейміз? Біздер былай жасаймыз. 18,3 дегенде 100-ден 30 дейміз де, мынаны 7,165 деп айтамыз. Үтірден кейінгі цифрлардың сандары бірдей болу керек. Сосын үтірден кейін 2 үтір жылжытып қоямыз. 2 санды жылжытып үтірді қоямыз. Сонда 1830-дан 765 азайтқан сияқты оламыз. Бұл жерде мысалға қиын деп ойлайтын болсаңыздар, бағанмен көрсете салайын сіздерге. 0-ден жаздық. Сонда 7,165 дәл осылай жазылады. Сонымен үтірдің астына үтірді жаздық. Енді азайтамыз. Кәдімгі азайту секілді. 0-ден 5 азайтамыз. 10-нан 5 азайтылады сол кезде 5 болады. Мына жерде 2 қалды. 12-ден 6 азайтатын болсақ 6. Мына жақта 7 қалды. 7-ден 7 азайтамыз 0. Мына жерде 1 түседі. Сонда үтір мына жерге қойылады. 10,165 шығады екен. Түсінікті ғой? Келесі есепті шығарған кезде тағы да бағанменен көрсетейін, бірте қиындап келе жатыр. Яғни 24,9-дан азайту керек екенбіз нешені? 17,616-ны. Мына жерде ондық үлестің астында ондық үлес, жүздік үлестің астында жүздік үлес, ал мына алтының үстіне сан жетіспей тұр, 0-ді тіркеп жазамыз, сосын азайтамыз. 10-дан 6-ны азайтсақ 4 болады, 8-ден 1-ді азайтамыз 7, 10-дан 6-ны азайтсақ тағы да 4, 3-тен 7 алынбайды, 17-ден 3-ті азайтамыз, 13-тен 7-ні азайтамыз, сол кезде 6 қалады, ал мына жерде 1-ден 1, 0-ді жазбай қоямыз. Сонда 6,1474 деген сөз. Түсінікті болған шығар. Үтірдің астына үтірді қоямыз, жай ғана сол. Келесінде 78,193-тен азайту керек екенбіз, 33,166-ны, содан кейін азайтамыз 25,19-ды. Бірте азайтсақ болады. Сонда солдан 10-ға қарай орындалады. Мынадан азайтып қоюға болмайды. Солдан 10-ға қарай азайтамыз. Сонда 78,193 азайтылған 33,166 дейміз. Осыны жасап алайық. 13-тен 6 алынбайды, 3-тен 6 алынбайды, 13-тен 6-ны азайтамыз 7 болады. Мына жерде 8-ден 6-ны азайтсақ 2, үтірін қоямыз. Мына жерде бізде 8-ден 3 азайтыламыз, 5 болады, 7-ден 3 азайтамыз 4 болады. Осыдан азайту керек біз 25,9-ды. Мына жерге сан жетіспейді, 0-ді тіркейміз, жазамыз. 7-ден 0 азайтамыз 7 болады, 2-ден 9 алынбайды, 12-ден 9 азайтамыз 3. Сонда 4-тен 5 алынбайды, 14-тен 5 азайтатын болсақ 9 болады. Мына жерде 3 қалды, 3-тен 2-ні азайтамыз 1. 19,137. 19,137 болады. Бұл есептің жауабы шықты деген сөз. Құрметті оқушылар, сабағымыз соңына таяп қалды. Ал енді сіздердің міндеттеріңіз үй жұмысын жақсылап жасап, осы бір өте оңай тақырыбымызды миларыңызға құйып алу. Барлығыңызға сәттілік тілеймін, сау болыңыздар, ауырмаңыздар.